Келесі, тік төртбұрыштың ені 10%-ға қысқартылса, ұзындығын 20%-ға ұзартылса, онда ауданын өзгеретін пайыз дейді. Бірінші екі жағдаймен қарастырайық. Бізде екі тік төртбұрыш берілген. Бірінші жағдайда тік төртбұрышымыз ұзындығы мен ені А мен Б болсын, бастапқы жағдайда. Мынау А, ұзындығы Б болсын. Сосын ені 10%-ға қысқартылды дейді. Яғни қысқарды ені, бірақ ұзындығы үлкейді. Сол жағдайда екеуін аудан салыстыру керекпіз. Ені 10%-ға қысқартылса, яғни А-ның 10%-ын табу үшін А-ның 100-ден 10-ға көбейтем. 10% 100-ден 10 бөлігі, яғни 100-ді 10-ға бөлсек, ол 0,1 А болады. Енді А-дан өзі 0,1 А-ны азайтатын болсақ, 0,9 А қалады. Сонда 10%-ына қысқартсаң, А-ның 90%-ы қалды деген сөз. 0,9 А. Енді Б-ның 20%-ға ұзартқан. Сонда Б дегеніміз бізде 20%-ын табатын болсақ, бұның 20% ол 100-ден 20 бөлігі деген сөз. Сонда ол 0,2 Б. Енді Б-ға сол 0,2 бұны қосамыз. Сонда бір ұзындығын ұзартсақ, 20%-ға, онда 0,2 Б-ға қосамыз. Мынау бізде бұның 20%-ын таптық, яғни 100-ден 20 бөлігін, санның бөлігін табу үшін көбейтеді. Сонда мынау 0,2 Б, онда Б-ға осы 0,2 Б-ны қосатын болсақ, 1,2 Б болады. Енді бастапқы фигураның ауданы мен келесі өзгерген фигураның ауданы салыстырамыз. Бастапқы фигураның ауданы А мен Б-ның көбейтіндісі болса, екінші фигура, өзгерген фигураның ауданы ұзындығы мен енін көбейтеміз. 0,9 А көбейту 1,2 Б. Тең болады. 0,9-ды 1,2-ге көбейтетін болсақ, 1,108 А Б. Енді осы фигураның ауданын қарасақ, біздің екінші фигурамыздың ауданы үлкейген көрініп тұр, есекті, яғни бастапқымен салыстырғанда мынау 1,108 есе артқан. Сонда бізге қанша пайызға артты деп тұрғандықтан, қаншаға артқанын анықтау үшін S2-ден S1-ді азайтамыз. Өйткені үлкейген ауданын анықталып тұрмыз мына жауаптардан. Б немесе Д-нікі. Соны нақты 8%-ға ма немесе 32%-ға ма анықтау үшін 1,108 А Б-дан азайтып аламыз А Б-ны. Сонда шығады 0,108 А Б. Яғни біз артқан ғана бөлігін анықтадық. Сонда 0,108-ді көбейтетін болсақ 100%-ға, яғни 0,108 есе артса, қанша пайызға, 10-дық бөлшекті пайызға айналдыру үшін көбейтеміз. Сонда 8%-ға үлкейген. 600-сан 20%-ға кемітіп, нәтижесін 40%-ға арттырды. Қандай сан пайда болды? Амалдап шығарайық. Бірінші амал 60-ның 20%-ын табайық. 600-ның 20%-ын, яғни 100-ден 20 бөлігін табылайық. Ал бұл дегеніміз 120 болады. Екінші амал 20%-ына кемітсе, 600-ден азайтып тастаймыз 120-ны, яғни 480. Енді үшінші амал 480-ның 40%-ын табайық. 480-ді көбейтеміз 100-ден 40-ға. Бұл шығады 192-ге тең екен. 192-ге төртінші амал 480-ге қосамыз 192-ні. Сонда болады 672-ге тең. Бір қайталап шықсақ, 600-сан 20%-ға кемітіп, яғни бірінші 600-ның 20%-ын тауып алдық. 100-ден 20 бөлігін, ол 120-ға тең екен. Кемітті десе 600-ден 120-ны азайттық, 480. 480 40%-ге арттырды десе 480 40%-ын тауып аламыз. Яғни 192. Осы 480-ге 192-ні қосатын болсақ, 672 деген. Сонда бізде пайда болған санымыз 672. Келесі есеп, құлтымайдың 6% қант, 35 кг құлтымайда неше килограмм қант бар дейді. Енді тағы да екі тәсілмен шығарасылайық. 35 кг-ның 6%-ын табу үшін 100-ден 6-ға көбейтеміз. Сонда мына жерде 35 6-ға көбейтіледі, бөлеміз 100-ге. 2,1 килограммы бізде қант. Немесе екінші тәсіл 35-ті былай аласыздар. 35 килограмм ол бізде 100%, ал 6%-ы белгісіз X деп қоясыз, пропорциямен шығарасыз. 35-ті 6%-ға көбейтесіз, бөлесіз 100-ге. Сонда дәл солай пайыздар қысқарады. 35-ті 6-ға көбейтіп 100-ге бөлсеңіз 2,1 шығады. Бұл бізде
қанттың мөлшері, салмағы. Мынау енді әртүрлі жерден алынған есептер. 300 штук зат сатылды дейді. Толық шарты берілмеген. Бізден сұрап тұр. Мұрат қанша штук сатты дейді. Яғни Мұрат 15%-ын сатқан, Қанат 35%-ын, Асқар 30%-ын, Қуат 20%-ын сатты. Онда Мұрат қанша пайызын сатты десе, осы 300-дің 15%-ын табу керекпіз. 15% дегеніміз 100-ден 15 бөлігі. 300-ді 100-ден 15-ге көбейтетін болсақ, бізде 45 шығады. Сонда Мұрат 45 штук зат сатқан. Ұзындығы 15 сантиметр квадраттың ұзындығын 40%-ға төмендетсе, ондан ауданы қанша пайызға төмендейді. Енді екі жағдаймен салыстырайық. Бастапқыда бізде квадратымыз 15 сантиметрлік. 15. Онда ауданы бұның болады. Бірінші S1 болады 225 сантиметр квадрат. Енді ұзындығын бізде 40%-ға төмендетсе, яғни 15-дің 40%-ын тауып алайық. 15-дің 40%-ы дегеніміз ол 6-ға тең, 6 сантиметр. Яғни 15-ті 6 сантиметрге азайтатын болсақ, төмендегендіктен, онда келесі өзгерген квадраттың қабырғасы 9 болады. Онда кішірейтіп салам. Өйткені ұзындығы төмендетсе, квадратта мөлшерлері кемейді. Онда екінші фигураның ауданы 81 сантиметр квадрат. Енді бастапқымен S1 мен S2-ні салыстыратын болсақ, аудан кемігенін көріп тұрмыз, және оның қанша пайызға төмендеген табуға жетпіз. Ол үшін 225-тен 81-ді азайтып тастайық, ол қанша пайызға өзгеріс жасады. 225-тен 81-ді азайтатын болсақ, 144 шығады бізде. Сонда бұл 285 төмендегені 144. Бізге қажеті осы қаншаға төмендеді деп тұр ғой. Онда бізде 225 ол бізде барлық болса 100% берсе, ал төмендегені 144 осының қанша пайызын құрайды. Осы жерден X табатын болсақ, 144-ті 100-ге көбейтеміз, 225-ке бөлеміз. Тең болады 64%. Сонда 144 225-тің 64%-ын құрайды. Сонда біздің ауданымыз 64%-ға кеміген өзінің бөлігін табамыз. Бастапқы өзінің қандай бөлігін құрайды, осы айырмасы, азайтқан бөлігі. Келесі, Теміртау мен Ақмола аймағында тұрғындардың қанында ауыр металдардың бар болуын анықтауға байланысты сынақ жұмыстар жүргізілді. Барлығы 180 адам сынақтан өтті. Оның 90 адам Теміртау аймағынан, ал қалған 90-ы Ақмола аймағынан. Теміртау аймағынан 2,2% адамдардың қанының құрамында ауыр металдар табылды. Ақмола аймағының 4,4% адамдардың қанының құрамында ауыр металдар табылды дейді. Бұл жағдайда уже бірден көрініп тұр. Ақмоладағы адамдардың пайызы көп, біршамасы артық. Келесі, жалпы көлік сатылымнан 1,9926 миллиард теңге түскен болса, Chevrolet автокөлігін түскен ақша дейді. Енді мына жерде миллиардты миллионға айналдырып жазсамыз, қазір миллиардты жазып алайық. 1,925 миллиард дегеніміз, бұны миллиардта 9 нөлі бар. 9 нөлі бар. Көбейтіп алсақ, бұл жерде болады 1 миллиард 3 осылаға айналады. Сонда 1 миллиард 925 миллион шығады. 1 миллиард 925 миллион. 1 миллиард 925 миллион. Осының біз табу керекпіз. Chevrolet 29%-ын құрап тұр. Сонда 1 миллиард 925-тің 25%-ын тапсақ, 25% дегеніміз 100-ден 25 бөлігі. Оның 100-ден 25 бөлігі бізде болады 481,5 көбейту. Онан біз қалған 6 нөлін оның 6 дәрежесін түрінде жазып салайық. Сонда біз 1925-ті 25 бөліп 100-ге көбейте салдық. Сонда бізде болады оның 6 дәрежесі деген. Онадан кейін 6 нөл кететін болса 481,5 миллион.
миллион теңге Chevrolet автокөлігін түскен ақша. Келесі есеп, бағасы 2600 теңге заттың арзандатылғаннан кейінгі бағасы 2210 теңге болды. Зат неше процентке арзандатылған табыңыз. Сонда бізге арзандатылған, қанша теңге арзандатылғанын анықтау керек. Ол үшін 2600-ден азайтып тастаймыз 2210. Бұл болады 390-ға арзандатылған. Сонда осы 390 бізде мына бастапқы бағаның қанша пайызын алады? Соны табу керекпіз. 2600-ді біз 100% дейміз. Оның 390-ы қанша пайызын құрайды? X дейміз. Осы жерден X-ті көбейтетін болсақ, X табатын болсақ, пропорциямен 390-ды 100-ге көбейтеміз, 2600-ға бөлеміз. Сол кезде шығады 15%. Сонда бастапқы 2600 теңгеміздің 15%-і 390. Сонда 2600-ден 390-ды азайтып тастасам 2210 теңге. Сонда арзандатылған баға 390 теңге, ол 15%-ын құрайды. Сұрақ белгісінің орнында болатын санды табыңыз дейді. Ол үшін мына теңдеу шығару керек та. Сосын соның қанша пайызы бізде 3-ке тең екен. Сонда мына теңдеу табу керек, шығару керекпіз. Сосын оның қанша пайызы 3-ті беретін табу керек. Ол үшін 6x азайту 3 тең x қосу 57. Жаққа жинаймыз, 6x-тарды бір жаққа жинаймыз, 6x азайту x тең 57 қосу 3 болады. Сонда 6x-тан 3x азайтатын болсақ 5x тең 53-ға 3 қосам 60x тең 60-ті 5-ке бөлем, x тең 12 болады. Енді 12-нің бізде қандай да бір пайызы сұрақ белгісі тұр, 3-ті береді. Сонда 12 бізде ол 100% барлығы. Соның қандай да бір пайызы, x пайызы 3-ті беру керек. Пайыз жазып қажет емес. Негізі жарайды. 3 тең 3-ті 100-ге көбейтеміз, бөлеміз 12-ге. Сонда болады 25%-ын құрайды. 300-ді 12-ге бөлсеңіз 25-ге тең. Келесі есеп. Оқу жылының басында әмбебап дүкені 35% жеңілдік жасады. Жеңілдікке дейін дәптер 360 теңге, блокнот 800 теңге, калькулятор 1300 теңге болса, жеңілдікке дейін дейді. Онда жеңілдіктен кейін дәптер, блокнот, калькулятор қанша тұрады дейді. Сонда біз бағаларын 35%-ға жеңілдетіп алу керекпіз. Сонда 360 теңге болса, оның 35%-ын тауып алайық. 360-ты 35%-ын табатын болсақ, яғни 100-ден 35 бөлігін, ол дегеніміз бізде болады 126 теңге. Сонда 360 теңгеден 126-ны азайтам, өйткені ол сонша теңгеге арзандаған. Ол болады бізде 234 теңге. Бұл дәптердің арзандатылған жеңілдікпен сатылатын бағасы осы. Енді блокнот 800 теңге тұрып еді, оның 35%-ын табамыз. 800-дің 35% дегеніміз болады 280 теңге. Сонда бұл 280 теңге арзандатылды деген сөз. 800-дің 280-ді азайтып тастаймыз. 800-ден 280-ді азайтатын болсақ, бізде 520 теңге болады. Сонда бұл бізде блокноттың бағасы. Енді 1300 теңге, 1300 теңгенің 35%-ын табайық. Ол 1300-дің 35%-ы 455 теңге болды. Енді 1300 теңгелік калькуляторымыз 455 теңгеге арзандатылса, бізде оның бағасы 845 теңгеге түседі. Сонда бұл калькулятордың бағасы. Сонда бұл үшеуінің бағасын қосындысын анықтау керек. 234, 520 және 845. Бәрін қосам. 234 плюс 520 плюс 845. Тең болады 1599 теңге. Сонда жауабы А.